Қазақ халқы арасында Ұлытауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе дейтін тәмсіл сөз бар. Ендеше, ұлар етін жеудің қандай пайдасы бар? Ұлар еті ыстық райлы болып, оның адамның дене қуатын күшейтуге, қан толтыру, қан тию, жел құзды шығаруға пайдалы рөлі бар. Сондықтан дене әлсіздігіне, қан аздыққа, жел құздан буындар ауруға, асқазан ішек жараларына, операция және ұзақ аурудан кейінгі дене әлсіздігі сияқты ауруларды емдеуге қолданылады. Суға қайнатып етін жеп сорпасын ішеді. Асқазан, өңеш рак ауруына, асқазан жарасына бір дана ұларды сойып, оның ішек қарнын алып тастап, орнына қарандыз, қалампыр, адыраспаннан аз мөлшерде талқандап салып, барлығын жеңіл әлеумен ыдысқа салып аузын мықтап бекітеді. Онан соң үлкен қазанға су құйып сол қазандағы суға қалқытып қояды да қазанды 3-4 сағат қайнатады. Олар әбден пісқан соң мескейдегі сорпаны 4 граммнан бір күнде 3 рет ішкізеді. Ал етін кептіріп талқандап бір қасықтан бір күнде 3 рет қайнаған сумен ішіп жегізеді. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпасаңыздар, осындай пайдалы кеңестерді үнемі тыңдай аласыздар.